Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода біз жұмыс орнымызда Алиэкспресстегі пайдалы заттар арқылы 70 000 теңгеге прокачка жасаймыз. Және де осы видеодағы сума сендерде болмаса да видеоны до конца көруге кеңес беремін. Себебі біреу болса да видеода саған керекті заттар табылады. Ал мүлдем ақша болмаса, онда жай ғана видеоны көрсеңдер, видео өте қызықты. Өйткені видеода біздің мақсатымыз жұмыс орнында ыңғайлы, пайдалы әрі әдемі қылу. Және айтарым, видеодағы товарлардың бағасында айырмашылық байқауларың мүмкін. Себебі Алида бағалар ауысып тұрады. Енді видеоның басын созбай, сендер каналға тіркеліп лайк басып қойыңдар. Видеоға кеттік, короче. Ең алдымен сендердің жұмыс орындарында прокачка жасайтын затты айтсам, ол осындай искусственный гүлдер. Бұл гүлдер егер де сендер жұмыс орындарында минимализмге сай етіп жасасаңдар, өте әдемі бөлігі бола алады. Әсіресе ақ түстес жұмыс орындар үшін көзге түсетін элемент. Мысалы, қараңдар, мына фотоларда әдемі жұмыс орындарды байқап тұрғандарыңдай бағанағы Алидағы гүлдер тұр. Менің ойымша бұл өте әдемі, сонымен қатар көп ресурстарды талап етпейді. Яғни қолдан жасалған гүлдер болғандықтан жай ғана жұмыс орныңа қойып, оны бір орыннан қозғалтпай тастауға да болады. Даже шын гүлдер сияқты су құйып оны өсіріп жүрмейсің. Мысалы, маған жұмыс орнындағы объекттердің көп ресурс құртқаны ұнамайды. Максимум менің істейтінім тек шаңын ғана сүртіп қоямын. Сендер түсіну үшін бұл гүлдер негізі Алида гүл бақшасында басқа шын гүлдермен бірге әдемі болып тұру үшін алады. Бірақ менің ойымша ол жұмыс орнында да әдемі болып тұрады. Біреуінің өзі 1200 теңге болады. Заказ берсеңдер болады, ссылкасы описанияда. Енді келесі әдемі затқа кеттік. Негізі барлығына RGB лента надоел болған шығар. Немесе RGB лента көбісіне қатты жарық болғандықтан ұнамауы мүмкін. Бұнымен мен RGB лентаны жаман деп тұрған жоқпын. Жай ғана RGB лента ол бюджетный прокачка үшін арналған. Ал біз бүгінгі видеода жақсы суммада прокачка жасаймыз. Сондықтан да мен сендерге Алидан осындай стенаға жапсыратын RGB 6 бұрыштық подсветканы ұсынамын. Бұл подсветканы сендер осы фотода көріп тұрсыңдар, және көргендеріңдей бұл өте әдемі элемент. Себебі осы 6 бұрыштар арқылы сендер әртүрлі форма келтіре аласыңдар. Оны қоя тұрсақ, бұлардың барлығын сендер телефондағы приложение арқылы және өзінің пульт управлениесімен басқара аласыңдар. Және егер де сатып алсаңдар, бұны сендер стенаға қарсы отырған кезде монитордың үстіне қойсаңдар әдемі болып қалады. Содан кейін оны өздеріңе ыңғайлы қылып басқара аласыңдар. Мысалы, бұл 6 бұрышта өздерінің түстеріне қарай жанып өшетін қылып немесе переливание сияқты режимдерге қоя аласыңдар. Ал ол жетпесе, арнайы приложениесінде музыканың ритміне байланысты жанатын режим бар. Сонымен қатар бұл 6 бұрыштар сендердің жұмыс орындарыңа болашақтың технологиясының эффектін береді. Егер де заказ берсеңдер, бағасы 20 000 теңге тұрады. Бұның ішінде 3 штук болады. Ал 6 штугы 27 000 теңгедей тұрады. Қысқасы ссылкасы описанияда. Енді келесі жұмыс орнында әдемі қылатын затқа кеттік. Егер де сендер жұмыс орындарыңа отырғанда стеналарың қисық немесе жай ғана обой болса, онда явно сендердің жұмыс орындарың осы 3D плитасыз прокачка болмай онша емес болып тұрады. Айтпақшы, бұл идеяны мен шетелдегі жұмыс орындардың фотоларынан көрдім, және менің ойымша бұл 3D плиталар өте әдемі кристалл стеналардың эффектін береді. Менің кристалл дегеніме мән берсеңдер, сендерге тек осы түрін ғана заказ беруге кеңес беремін. Себебі қалғандары менің ойымша стенада онша емес болып тұрады. Бірақ әрине ол әркімнің өз таңдауы. Сол сияқты стенаға сендер осы плиталарды жапсыратын болсаңдар, үйде сендердікі болуы керек. Себебі одан кейін бұлар явно нормально алынбайды. Басқа біреудің үйінде, яғни квартирада тұрсаң, лучше заказ бермей қойған дұрыс. Ал ата-аналарыңмен тұрсаң, ең алдымен солардан рұқсат сұра. Себебі может быть саған стенаға ондайды жапсыруға рұқсат бермейтін шығар. Сонда да минустарына қарамайтын болсақ, бұл жұмыс орны үшін өте әдемі элемент болады. Оны сендер мына фотолардан көрсеңдер, қаншалықты жұмыс орнында әдемі қылып тұрғанын байқайсыңдар. Сол үшін ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Ал заказ беретін болсаңдар, бір штугы 1500 теңге болады. Енді келесі пайдалы зат туралы айтайын. Я жаз бітті. Бірақ сонда да біз компьютерде отырғанда ыстықтаймыз. Әрине, қыста сендер мысалы терезені аша салатын болсаңдар, жазда терезені ашқан ситуацияны одан да қиындатады. Ал бізге комфортпен каткамызды бітіру керек. Даже жаз мезгілінде осындай ситуацияға Алида мини кондиционер бар. Бұл кондиционердің размері де кішкентай, сонымен қатар сендердің катка немесе жұмыс істеп отырған кезде комфорттарыңды сақтап тұрады. Сонымен қатар кондиционерді қолдану үшін де қатты ресурс керек емес. Ең басты керек зат ол бір шыны су ғана. Солай су құйып жұмыс істей береді. Қазір мысалы кондиционерді заказ беретін болсаңдар, әрине пайдасы тимейді деп ойлауларың мүмкін. Бірақ қыс кезінде осы кондиционерді қолдануға ыңғайлы. Себебі мысалы терезені ашып комнатаны салқындатамын деп ойлайсың сен, бірақ олай комната бір температураны сақтамайды. Тек одан сайын комнатаның температурасы түсіп кетеді. Ал кондиционермен бір температура сақталып тұрады. Сол үшін бұл пайдалы затты сендерге тапсырыс беруге кеңес беремін. Бағасы Алида 13 000 теңге тұрады. Енді біз жұмыс орнымызға мега прокачка жасайтын зат туралы айтайын. Егер де қарасақ, қазіргі рынокта сатылатын барлық мониторлардың аяқтары өте қатты ыңғайсыз. Әрине, бірақ басқа жағынан айтсақ, мүмкін бұл аяқтар
олардың дизайны өте әдемі шығар. Бірақ ол біздің жұмыс орнымызды ыңғайлылықтан айырады. Өйткені мысалы сенің жұмыс орның кішкентай болса, бұл аяқтармен сенің жұмыс орныңды одан да кішірек қылып тастайсың. Бұл шынымен де ыңғайсыз. Қазірше бұл проблеманы шешкен монитордың производительдері аз. Бірақ бір жақсы Алида осындай кронштейн бар. Бұл кронштейн арқылы монитордың астындағы үлкен аяқтардан құтыласыңдар. Соның арқасында столдағы девайстарға орын көп болады. Әрі егер де жұмыс орнының минимализм үшін істелсе, монитордың астында ештеңе жоқ сияқты эффект болады. Типа монитор ауада қалқып тұрғандай. Оның үстінде газлифттің арқасында монитордың позициясын өзіңе ыңғайлы қылып градусын, биіктігін және иілуін өзгерте аласың. Ең бастысы, бұлардың барлығына қосылатын монитордан шыққан шнурларды сен кронштейннің артына тығып менеджмент жасасаң болады. Және бағасы да бұндай рахат үшін бар болғаны 11 000 теңге. Заказ беретін болсаң, как обычно, ссылкасы описанияда. Енді біз келесі зат туралы айтайық. Ол зат, былай айтсам, әртүрлі функционалмен маған ұнады. Себебі қараңдар, бұл телефонға арналған светильник зарядка. Атының өзінде функциялары білініп тұр. Бұл зарядканың көбінесе сендерге пайдасы, мысалы зарядканы іздеп тоққа тығуға уақыт жоқ кезде көмектеседі. Жай ғана ол үшін телефонды алып осы платформаға қоя салсаң, телефоның зарядкалана береді. Ойланып қара, сен компьютер ойнап отырасың және катка кезінде сенде телефонда зарядка таусылып қалады. Бірақ телефон саған қазір каткадан кейін керек болады. Міне осындай кезде орнынан тұрмай телефонды қоя салуға жақсы. Ал лампа түрінде айтсам, сендердің жұмыс орнында өте әдемі атмосферно қыла алады. Және лампаны керек емес десеңдер де өшіріп қоя аласыңдар. Оның үстіне дизайн жағынан да өте әдемі. Заказ беретін болсаңдар, бағасы 11 000 теңге, ал ссылкасы описанияда. Мен сендер өздеріңе осы затты аласыңдар деп ойлаймын. Енді келесі пайдалы затқа кеттік. Осы кезде бұл затты сендер әртүрлі ситуацияда қолдансаңдар болады. Бірақ ең бастысы, жұмыс орынды ретке келтіруге жақсы. Бұл товарымыз магнитный кабель органайзер. Алиэкспрессте қатты қымбат тұрмайды, бірақ пайдасы өте көп. Мысалы, егер де компьютердің столдың үстінде тұратын проводтар болса, өте жақсы көмектеседі. Оның ішіне мысалға келтіретін болсақ, телефонға арналған проводной наушниктарды қолданатындар да бар. Бұндай проводной наушниктардың шнурлары көбінесе жерде шашылып жатады. Осындай болмас үшін бұл магнитный кабель органайзерді алуға кеңес беремін. Бұлай қарасақ, ол резиновый кабель органайзерге ұқсайды, бірақ одан қарағанда бұның жақсы жері магниттан тұрғандықтан кабельді қолданып болғаннан кейін жай ғана өзін магнитке жапсыра саласың. Заказ беретін болсаңдар, бағасы 2500 теңге және ссылкасы описанияда. Осымен сендер өздеріңе керекті затты алды деп ойлаймын, себебі видеодағы заттар өте пайдалы болды. Ал біз бүгінгі видеодағы заттарды санайтын болсақ, искусственный гүлдің бір штугы 1200 теңге, стенаға арналған 6 бұрыштың 3 штугы 20 000 теңге, 3D плита 10 000 теңге, кондиционер 13 000 теңге, кронштейн 11 000 теңге, столға арналған зарядка лампа тоже 11 000 теңге, ал магнитный органайзер 2500 теңге тұрады. Және осының барлығын калькулятормен есептегенде 68 700 теңге болады. Әрине бұның барлығы нақты баға емес, мен видеоның басында 70 000 теңгеге прокачка дегенім өтірік болуы да мүмкін. Егер Алиэкспрессте сендер осы видеода көрген заттардың параметрлері мен санын өзгертсең, бағасы да өзгереді. Сондықтан да осы видео негізінен прокачкаға қарағанда сендерге пайдалы заттарды айтуға жақындалған. Осымен видеоны аяқтайық. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Видео аяқталды. Давайте, короче.